Құрметті әлеуметтік желі оқырмандары, ұлы жеңістің 75 жылдығына орай Іле аудандық кітапханасы «Ерлік елге мұра, ұрпаққа үлгі» атты кітап көрмесіне видеошолуды ұсынады. 1939 жылдың 1 қыркүйегінде фашистік Германия Польшаға шабуыл жасады. Кейін Англия және Франция бұл мемлекетке қарсы соғыс жариялаған соң екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Ал 1941 жылдың 22 маусымында фашист әскерлері Кеңес одағына соғыс ашты. Оған әлемнің 72 мемлекеті қатысып, 62 миллион адам ажал құшты. Ұлы Отан соғысы ұғымы 1941 жылғы 3 шілде күні Сталиннің радио арқылы сөйлеген сөзінен кейін пайда болды. Сталин өз сөзінде ұлы және отан деген сөздерді бөлек-бөлек бір-бірімен байланыстырмай қолданды. Ұлы Отан соғысы сөз тіркесі көптеген басқа тілдерде де осылай аталып кетті. Міне осындай деректер көрменің «Жеңістің рухы биік, даңқы мәңгі» атты бірінші бөлімге қойылған әдебиеттерде келтірілген. Ал көрменің екінші бөлімі «Майдан мен тылдың мызғымас бірлігі» деп аталады. Бұл бөлімде жеңісті жақындату жолында ерлікпен соғысқан қазақстандықтар мен тылдың жан қиярлық еңбегі туралы әдебиеттер қойылды. Кеңес одағы жүргізген 1939 жылғы халық санағы бойынша Қазақстанда 6,2 миллион адам тұрған. Соғыс жылдары Кеңес әскері қатарына 1,200,000 қазақстандық шақырылды. Оның 601,000 туған жерге оралған жоқ. Қазақстаннан барған әскерлер Майдан даласында ерлікпен шайқасты. 100,000-нан астам отандасымыз жауынгерлік ерліктері үшін медаль, ордендермен марапатталды. Шамамен 500 қазақстандық Кеңес одағының батыры, 100-ден астам адам даңқ орденінің иегері атанды. Кеңес одағы батырларының қатарында қазақтың 2 батыр қызы Мерген Әлия Молдағұлова мен пулеметші Мәншүк Мәметова да бар. Қорғаныс өнеркәсібіне қажетті мыстың 3-тен 1 қазақ жерінде өндірілді. Сондықтан жауға атылған 10 оқтың 9-ы Қазақстандағы Шымкент қорғасын зауытында құйылды. Ер азаматтардың басым бөлігі әскер қатарында болғандықтан зауыттарда әйелдер, қариялар, жасөспірімдер еңбек етті. Еңбек тәртібі күшейтілді, жұмыс уақыты ұзартылды. Қазақстан халқы бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін деген ұранмен тер төкті. Көрменің 3-ші бөлімі Жетісудың жеңімпаз жауынгерлері деп ауданның соғыс ардагерлері туралы кітаптар қойылған. 4-ші бөлім майдангер ақын жазушылар деп аталады. Бұл бөлімге аудандық кітапхананың кітап қорындағы қаруы мен қаламын қатар ұстаған қазақ ақын жазушыларының кітаптары қойылды. Ұлы жеңістің 75 жылдығы құтты болсын. Ешкімде, ештеңеде ұмытылмайды. Назарларыңызға рахмет.